анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деген өлеңі бар ғой. Идеал баласы бар ата-ана қартаймайды негізінде. Ата-ана жақсы, кез келген ата-аналар өте өмірде қиыншылық көрді, көп еңбек етті. Бірақ сол қартайған шағында балалардың қызығын көргісі келеді. Өмірде қанша қиыншылық көрсе де өзін солай жұбатты олар. Балаларым өсіп келе жатыр, бәрі уақытша. Құдай қаласа осы балаларым ертең есейсе, көзімнің қуанышы болады. Осындай елге, халыққа, ұлтқа қызмет ететін азамат тәрбиелеп жатырмын деп, ата-аналар қанша қиыншылық көрсе де өздерін жұбататын осындай бір ойлары бар еді. Бірақ олардың күтіп тұрғаны сол идеал баланы күтіп жатыр олар. Идеал баласы бар ата-ана қартаймайды. Ол бала өсіп жетілді, әкесіне сөз келтірмейді, анасына сөз тигізбейді. Идеал бала болу үшін не болу керек? Ең бірінші тіл. Расылсам айта тұрмын. Тіліңмен өзгелерге зиян берме. Енді адам тілді жаман нәрседен тыйса, автоматты түрде бұл тілден жақсы сөз шыға бастайды. Адам сөйлейді бір-біріне, сөйлеседі, бірақ не жақсы сөз сөйлейді, немесе боғау сөз сөйлейді, немесе өтірік сөйлейді, осылай. Оны расылсам бізге ескертті. Міне, идеал болғың келе ме? Нағыз шынайы мұсылман болғың келе ме? Шынайы мұсылман деген сөз, идеал деген сөз ол. Екі қағида. Біріншісі тілді сақтау. Қазақ айтады, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Аллаға шүкірлік айту керек, және сол себебін жасаған адамдарға алғысын айтып жүру керек. Оны расылсам айтады. Адамдарға алғыс айта алмаған адам Аллаға да шүкірлік айта алмайтын адам деп айтқан да хадисте. Олардың сондай сізге деген сондай жақсылығын ұмытпау керек. Оларға кәдімгідей айтып жүру керек. Сізге рахмет, сізге мың алғыс. Міне осындай көмегіңіз өте жақсы болды деп айтып жүру керек бұл тілмен. Жаңағыдай жаман нәрседен тыйылу арқылы білсін, ол бала идеал бала болып келе жатқан бала. Болды. 50% жасап қойды, тіл жақсы болды. Енді қалған 50%-ді екіншісі баланың бойында табылу қасиет өзгелерге зиян бермеуі деді. Болды. Ол іс әрекет арқылы